Кітап күніне орай Елордадағы қолжазбалар және сирек кітаптар орталығы ашық есік күн ұйымдастырды. Төл тарихымызға қатысты құнды жәдігерлері жинақталған шаңыраққа мектеп оқушылары бас сұқты. Көрермендер көне қолжазбалар мен сирек кітаптарды тамашалап қана қоймай, жасалу технологиясымен танысты. Мамандар оларға кітапты ұқыпты ұстау, сақтаудың жолдарын айтып берді. Бүгінде орталықта 10 мыңнан астам кітап қоры болса, соның 2 мыңға жуығы сирек еңбектер қатарына енеді. Іс-шараның мақсаты мемлекет басшысының жаппай кітап оқитын ұлтқа айналу бастамасын қолдау дейді ұйымдастырушылар. Желімдейді, кітапты бірінші жазады сиямен, содан кейін бүктейді, тігеді. Бұл қатты үлкен еңбек. Мысалы, менің класстастарым кітаптарды сия деп жазады ғой. Енді ол ескерту жасаймын, қиын еңбек етіп жатыр. Құрметіміз енді көбейеді кітапқа. Бүгінгі біздің үлкен сондай іс-шарамыз осы еліміздегі алғаш рет өткізіліп отырған ұлттық кітап күніне арналған. Жастарға кітап мәдениетін насихаттау, кітап оқуға баулау, шақырту бойынша осы жұмыстармен біз айналысамыз осы тұрақты түрде. Оның негізінде біз осы жастарға осындай кезінде бабаларымыз Әл-Фараби және Қожа Ахмет Яссауи осындай кітаптармен жұмыс істеді, осындай кітаптарда еңбегін жазды деген осындай мақсатпен біз бүгін оларға осындай үлкен дәріс өткіземіз.